Өмірде екі жас бірін-бірі қатты ұнатты. Қолдары қалт ете қалса бірін-бірі іздейтін. Оңашада жолығып қиялдайтын, армандайтын. Небір жұлдызды түнді күзетіп, шуақты сөздерін аямайтын. Үйленді, үй болды. Шындығында олар бақытты еді. Тұңғышы келді дүниеге. Атын адал сезімдерінің куәсі ретінде махаббат деп қойды. Артынша ұлдары келді өмірге. Оның есімін бақыт деп қойды. Алайда көп ұзамай ажырасып кетті. Неге? Кездескен қиындықтарға шыдамады. Баяғы әдемі сөздерді жоғалтып алды. Жанұя болған соң ауыртпалық болмай тұрмайды. Жасаған еңбектері үшін бір-бірінен іштей мақтау күтеді. Әйелі жасаған тамағының дәмді екенін естігісі келеді. Күйеуі үйге қажетті шаруаны тындырған үшін зайыбының риза көңілін көргісі бар. Нағыз бақыт екеуінің бір-біріне керек екендігін сездіруі. Кейде орынсыз сөз, жүрекке тікенектей қадалған сын жаныңды жәбірлейді. Ертелі кеш ерін күтіп, жылы сөзін аңсап отырғанда естейтіні: «Әй, мынаны неге өтпегенсің? Мынауың не бәле?» Баяғы өзіне үздігіп қарайтын жігіт емес, суынып бара жатқандай. Әрине күйеуі оны жақсы көрмей қалған жоқ. Тек ойындағысын орынды жеткізе алмады. Жылы сөз адамның бір-біріне деген сенімін, өмірге деген құштарлығын арттырады. Мәселен, зайыбыңыз жаңа көйлек сатып алды. Сіз түк болмағандай үндемей қойсаңыз ше? Нәзік жүректі әйеліңіз сол заматта жабырқап қалады. Мына көйлек керемет жарасады екен деңізші, жүзіне күлкі үйіріліп қуанып қалады. Тағы мысал, еріңіз шашын алдыртып келді. Мәссаған, қандай құбыжық болып кеткенсің? Осына сөзді естіген ері шаштаразшыға емес, бірінші өз келіншегіне ренжір еді. Дәл осы сөзді әйел қылығымен наздана, дұрыс, тек мына бір жерін реттеп жіберсе қатып кетер еді десе жөні бөлек, әрине. Жүрегіндегі ізгілік сезім сақталып қалар еді. Ерлі-зайыптылар арасында қарапайым заңдылық, қажетті әдеп сақталуға тиіс. Ешкімде біреудің көңіліне тием демейді. Ойланбағандықтан, зер салмағандықтан бәрі. Кейде күнделікті өмірдің іс-қарекетімен үй іші үшін елеулі нәрселерді ұмытып жатамыз. Мәселен, туған күн, бір жерге бару керектігі, қонақтар келетіндігі, тағысын тағылар. Әке-шеше мен баланың, ағайын туыстардың, жора жолдастардың арасындағы кикілжің осындайдан пайда болса керек. Кез келген отбасында кездесетін жағдай. Әрбір еркек әйелінің зайыбы, жұбайының жүрегінен тек өзім орын алсам дейді. Оның басқаға жай ғана көңіл бөлуі, әңгімелесуі қызғаныш сезімін тудырады. Естеріңізде ме? Тамаша ойын-сауық отауының кезекті нөмірінде күйеуі әйеліне 8 наурыз мерекесімен қызметтегі барлық қыз-келіншектерді құттықтаған мақтанышпен жеткізеді. Ең соңында әйел өзін бір ауыз сөзбен де құттықтамаған есіне түседі. Мен ше? Не мен? Мені ше құттықтамайсың ба? Мәссаған, сен де қызықсың. Сен енді өзімнің әйелім емессің бе? Саған не керек? Кейде әйел баласының өз еріне деген көңілі балаларға да әсер етеді. Қажымас ер, қамқор әке деп құлаққа құйып жатса қандай ғанибет, тіпті балаларының көзінше. Балам, көкеңнің қолына су құй, көкелеріне жастық әкеп бер, шуламаңдар, көкелерің шаршап келді деудің өзі әкенің мерейін үстем етеді, және әйеліне сүйіспеншілігі артар еді. Ал бізде керісінше, әкелерің ақымақ, ішкіш дегенді айта берсе, өзге түгіл туған балалар да сыйламайды. Жапонияда қыз бала тұрмысқа шыққан соң негізінен жұмыс істемейді. Бар жұмысы бала тәрбиесі. Егер баласы ауырып сабаққа бармай қалса, сол үшін оның анасы мектепке барып, баласының партасына отырып сабаққа қатысады. Үйге келген соң өтілген сабақты өзі түсіндіреді. Адамға сын айту емес, жылы сөз керек. Ерлі-зайыптылар ынтымақты болу үшін бір-бірінің бойынан тәуір қасиеттерді байқап тауып жатса, және оны ылғи есіне түсіріп отырса да құба-құп. Бақытқа жеткізудің бар сыры сіздің жылы жымиюыңыз бен тәтті сөзіңіз. Тек өзіңіз мақтаудан сақ болыңыз.
өйткені өзін әлпештей беретінді, өзгелер сыйлай қоймайтынын тағы да еске саламыз. Мақтау сөз көбіне жетпей жататыны осы. Бар түйінді шешетін де осы. Баяғыда бір атамыз осының бәрі Айжамалдың арқасы деп мақтап отыруы тегін емес екендігін енді ұққандаймыз. Жарыңыздың айтқан дұрыс пікірлерін қолдап, қолпаштаңыз. Егер пікір ұнамаса, міне былай етсек қалай болады деп жеткізгеніңіз орынды. Құрметті тыңдарман қауым, әңгімем сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіңіз.